Бәріңе сәлем, сендермен мен Ақнұр. Бүгінгі влог менің универдегі ең бірінші күндерім жайлы болады. Біздің универде сабақтар қалай болып жатыр, соның барлығын айтып беретін боламын. Мен Қазақ Британ техникалық университетінде ақпараттық технологиялар білім бағдарламасының ақпараттық жүйелер мамандығында оқимын. Біз сабақты онлайн бастадық. Бір айдан соң, яғни қазан айында біз аралас форматқа көшеміз, яғни семинарлар офлайн түрде болады. Қызықты факт, мен осыған дейін ешқашан онлайн сабақтарда болмадым. Курстарға да онлайн қатысып көрмедім, тікелей эфирде, Zoom немесе Teamspен. Енді басында қорқыныштар болды. Біздің мамандығымызға байланысты 4 сабақ болады. Инженерлерге арналған сызықтық алгебра, есептеу, дискреттік структуралар, программалау принциптері. Бұдан басқа бізде ағылшын сабақтары да бар. Ол жерде мен A2, яғни A2 деңгейі бойынша дайындаламын. Бізде бұдан басқа дене шынықтыру бар. Ол жерде өзің қалаған спорт түріне бара аласың. Мен шахматты таңдадым. Және де бізде барлық сабақтар ағылшын тілінде өтеді. Барлық мұғалімдер ағылшын тілінде сөйлеуді талап етеді. Біз оқитын кітаптардың барлығы ағылшын тілінде. Және де бұл басында маған қиын бола ма деп күттім. Бірақтан мен жаз бойы ағылшын тіліне дайындалғандықтан менің күткенімдей қатты қиын болмады. Барлық сабақтарды түсінуге болады. Бірақтан өзіңнің ойыңды жеткізу үшін маған әлі де көп ағылшын тілін оқу қажет. Жаз бойы сөйлеу ағылшынын оқыдым, ал терминдік, яғни ғылымның ағылшынын оқымадым. Сол үшін термин сөздерді жаттау қажет болды. Әлі де жаттап жүрмін. Дәл мен секілді 2021 жылғы түлек қазір Алматы қаласында Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде оқып жатыр. Каналының аты Гуля Лайф. Өзінің өмірі жайлы апта сайын видеолар шығарып тұрады. Енді де Алматыдағы және де Қазақ ұлттық университетінің студенті ретіндегі өмірін шығаратын болады. Және де YouTube каналына тіркеліп қоюларыңызды сұраймын. Бұдан басқа оның TikTok каналы да бар. Сілтемелерін осы видеодан таба аласыңдар. Ішкі тест деп аталатын келет деген экзамен бар КБТУ-дың. Ол экзаменде мен өте қатты қорықтым. Басында 37-40 бал алып жүрдім. Нағыз тестте 55 бал алдым. 50%-ға жетпегендер көп болды, бірақ оларды оқудан шығармады. Ағылшын тілі сабақтарын қосу арқылы сіздің деңгейіңізді көтереді. Мен оқып жатқан ақпараттық жүйелер мамандығында математика өте қажетті. Бұл мамандық үшін математика және физика пәндерін таңдайды. Бірақтан ең қажеттісі математика пәні. Функцияның қасиеттері, оның анықталу болысы, максимумдары, одан кейін лимит, шек дегендерді студент мектеп кезінде үйренді. Сондықтан да оның барлығын детальды түсіндіріп отырмайды. Сен соларды жақсылап түсініп алуың керек. Сонда сен бірінші курсқа барған кезде база қалыптасып, өзіңді дайындап барасың. Сен өзіңнің біліміңді көрсету арқылы жақсы бағалар аласың. Сабақта мен мақтадым.
Мен 10 жылдан кітап оқып бастадым. Сол кітаптың мазмұнын айтып беремін. Күнде бір парт. Бүгін сабақтың екінші күні. Информация әрине көп береді. Универ сайтында егер қолдарыңызда кітаптар тізімі болса алып кетсеңіз де болады деген жаңалықты көрдім. Одан кейін бірден мен барамын дедім. Бізде барлық кітаптар электронды түрде бар және де барлық универде дәл қазір солай болып жатыр. Ал қарапайым кітаптарды бұл қатты маңызды емес. Мен бірақ атмосфера құру үшін, универді көру үшін деп айтсам да болады, ішін көргім келді. Сол себептерден мен бірден барамын деп шештім. Оның ішінде мен айтқан кітаптар, біз оқып жатқан кітаптарды бермеді, басқаша кітаптар, бірақ ішіндегі тақырыптар сәйкес келеді. Егер электронды кітаптардан мәліметтер толықтай таппай жатсам, сол кітаптарды қараймын, бірақ бұл қалың, үлкен, ауыр кітаптарды көп қолдана бермеймін. Ішіндегілер маған бір түрлі қарайды, бірақ менен кейін тағы да бір-екі адам кітап алғаннан кейін мен нормально деп ойлаймын.